Қараңыздар, біз Аллаға белгілі бір тарапты бекітпейміз, бірақ Алланы жоғарылықпен сипаттаймыз. Алла өзін жоғарылықпен сипаттады, сондықтан біз де оны жоғарылықпен сипаттаймыз. Ұлы, асқақ Раббыңның есімін ұлықта. Құранда басқа да аяттар бар. Ал бұл дегеніміз жаратушыны белгілі бір тарапта дегенді білдіре ме? Жоқ. Қандай мағынада айтылған? Біреу айтуы мүмкін, Алла бүкіл нәрседен биік, жоғары деп. Жоғары дегені қалай? Анда ма, мұнда ма? Алланы белгілі бір тарапта деп айта аламыз ба? Жоқ. Алла өзін сипаттаған сөздерді қолдан. Бірақ жоғары дегенін алып, ол мұнда немесе анда деме. ақш пен Еуропада көпшіліктің алдында дәрістер жүргізетін адам болған. Ол исламның үмметін біріктірудің орнына оны бөлшектеуге тырысатындардан еді. Ол Аллаға тарап беру керек, жоғары деген сипатын тікелей қабылдауымыз керек деп тәпсірлеген. Яғни біреу Алла қайда десе, біз жоғарыда деп нұсқауымыз керек. Біз бұл сұраққа Алла өзін сипаттаған сипатымен жауап береміз. Яғни жоғарылық, биіктік. Сол себепті біз жоғары тарапты нұсқауымыз керек деген. Сол кезде залда отырған бір адам: жақсы, тыңдаңызшы, біз үшін, осы жердегілер үшін жоғары тарап төбеде. Егер біз жердің қарама-қарсы жағында, қарама-қарсы полюсте болсақ, жоғары тарапымыз астымызда болады. Демек, біреу бізден Алла қайда десе, онда төменге нұсқауымыз керек. Ал бұл дұрыс па деген? Жаңағы кісі еш нәрсе айта алмаған. Не үшін? Не үшін артық әрекеттерге барамыз? Ондай әрекеттерге алғашқы кезеңдегі ғұламалардың еш қайсысы бармаған. Антропоморфизм мәселесіне, ұқсатуға, басқа да нәрселерге кірудің қажетіне, үмметті қолдан бөліп жару үшін бе? Жоқ, олай істеуге болмайды, мүлдем болмайды.